Бүгінгі видео сабақ қазақ тілі пәні бойынша. Видео сабақты жүргізетін мен Құттымұрат Балзия. Видео сабақтың тақырыбы зат есім. Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйіміз қалай? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Жарайсыңдар. Көңіл күйіміз жақсы болса, бас бармағымызды жоғары көтереміз. Ал егер де көңіл күйлерің жоқ болса, бас бармағымызды төмен түсіреміз. Жақсы, бүгінгі біздің жаңа сабағымызды мына өлең шумақтарымен бастайық. Бүгінгі күн терезеден бізге міне тұр қарап, сондай жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Тамаша. Өткен сабақта үйге қандай тапсырма берген болатынмын? Кім айтады? Дұрыс айтасыңдар. Сөз таптарының әр түріне 5 сөзден талдап келуге берген болатынмын. Барлығымыз орындадық па? Ендеше дәптерімізді ашып қоямыз, мен тексеріп шығамын. Жарайсыңдар оқушылар, ал енді жаңа сабағымызға көшейік. Бүгінгі сабақта біз морфология тақырыбын жалғастыратын боламыз. Өткен сабақты есімізге түсірейік. Морфология дегеніміз не? Сөз таптарын аташы. Морфологиялық талдау қалай жүргізіледі? Тамаша, жарайсыңдар, есімізде қалыпты. Балалар, қазір біз бейнебаян көреміз. Сол бейнебаян бойынша бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызбен танысатын боламыз. Тақтаға назар аударыңдар. Біздің үйге қонаққа кімдер келеді? Бауыржан ағамыз бен Салтанат тәтеміз келеді. Ал не аламыз? Әртүрлі заттар аламыз. Әртүрлі заттар емес қой бұл. Енді не? Бұл азық түлік. Тағы не аламыз? Керек жарақ заттарды аламыз. Мыналар көкөністер. Дана, мына заттарға қандай сұрақ қойылады? Мынау не? Мыналар нелер? Не, нелер, кім, кімдер деген сұрақтар қойылатын сөздер заттың атын білдіреді. Түсінікті ме? Түсінікті. Онда Бауыржан, Салтанат деген сөздер кім деген сұраққа жауап бере ме? Иә, олар адамның есімдері. Бауыржан ағам дәрігер, ал Салтанат тәтем кім? Салтанат тәтең мұғалім. Мұғалім, дәрігер, аға, тәте сөздері де заттың атын білдіретін сөздер ғой. Иә, адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Дәрігер. Кім? Салтанат. Кім? Бауыржан. Дұрыс. Ал заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Дана, тездетейік, қонақтар келеді. Кімдер? Қонақтар. Балалар, бұл бейнебаян не туралы? Заттың атын білдіретін сөздер туралы айтылған. Бүгінгі сабақта зат есіммен толығырақ танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есім. Тақырыбымызға байланысты тапсырмалар орындайық. Оқулықтың 9-шы бетіндегі 11-ші жаттығуға назар аударыңдар. Кесте мен тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжап көр. Қанекей бәріміз бірге болжап көрейік. Кестенің ортасында не бейнеленген? Дұрыс, құмырсқа. Енді мына сөздерге назар аударайық. Ең көп кездесетін жәндік Қазақстанда 200-дей түрі бар. Ең көне жәндік 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Жәндіктердің сирек түрі адам секілді көшіп қонады. Яғни бұл сөздер неге байланысты? Дұрыс айтасыңдар, мына құмырсқаға байланысты. Яғни біздің оқитын мәтініміз құмырсқа жайында болмақ. Қанекей мәтінді маған кім оқып береді? Аягөз, оқи ғой. Барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Саусағымызды қойып жүргізіп отырамыз. Жарайсың, Аягөз. Балалар, мәтінді барлығымыз тыңдадық. Мәтіннің мазмұнын түсіндік деп үміттенемін. Ал енді жаңағы айтқан біздің болжамымыз бен мәтіннің мазмұны сай келе ме екен?
Дұрыс айтасыңдар. Болжамда айтылған мәліметтер мына мәтінде де кездеседі. Яғни біздің болжамымыз мәтінге және тақырыбымызға сай келеді екен. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді осы мәтін бойынша жеке жұмыс орындаймыз. Мен сендерге тапсырма жазылған карточкалар таратып беремін. Сол карточкадағы тапсырманы орындайсыңдар. Яғни берілген тапсырма көп нүктенің орнына өздерің жоғарыдағы мәтінге қарап толықтыратын боласыңдар. Жарайсыңдар. Ал енді біз жұптық тапсырма орындаймыз. Тапсырма орындамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Зат есім дегеніміз не? Зат есім нешеге бөлінеді? Неге зат есім кім, не деген сұрақтарға жауап береді? Жалқы есім, жалпы есім дегеніміз не? Жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебін түсіндіріп көрейікші. Тамаша, жарайсыңдар. Ал тапсырма. Тапсырмамыз таразыға сал деп аталады. Қай сөз көп? Жалқы есім және жалпы есімдерді ажыратып жазасыңдар. Бұл жұптық тапсырма. Жұптарыңмен ақылдасып, тапсырманы карточкаға жазасыңдар. Жарайсыңдар. Жалқы есімдерге назар аударайықшы. Жалпы есімнен қандай айырмашылығы бар? Жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебін есімізге түсірейікші. Жарайсыңдар балалар. Ал енді жұптар бір-бірін от шашу әдісі арқылы бағалаңдар. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді бойымызды сергітіп алайық. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ, шапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп, жерді теп. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап. Қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап. Қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап, бетті жап. Қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап. Ұйқың келсе екі қолды қосып жат. Ұйқың келсе екі қолды қосып жат. Ұйқың келсе екі қолды қосып жат, қосып жат. Ұйқың келсе екі қолды қосып жат. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ, шапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ. 13-ші жаттығу мәтінді оқы деген. Мәтінді Марат оқи ғой. Рахмет, Марат, жарайсың. Ал енді осы мәтін бойынша біз жұптық тапсырма орындаймыз. Мәтінді пайдаланып, кестені тиісті сөздермен толықтырасыңдар. Қазір мен сендерге осы кесте сызылған қима карточкаларын таратып беремін. Соған жазасыңдар. Жұптарыңмен ақылдасып, орындайсыңдар. Жарайсыңдар. Жұптар бірін-бірі шапалаған арқылы бағалаңдар. Жақсы. Өте жақсы жұмыс атқардыңдар. Оқушылар, мен қазір сендерге қолдың суретін таратып беремін. Бас бармаққа бүгінгі сабақта есіңде қалған білімді, сұқ саусаққа ұнаған әдіс тәсілді, кезеңді, ал ортаңғы саусаққа ұнамаған кезеңді, аты жоқ саусаққа келесі сабаққа ұсыныс, ал кішкентай саусаққа тілек жазасыңдар. Жарайсыңдар. Рахмет, оқушылар. Бағдаршам әдісін барлығымыз білеміз, иә? Мен сендерге қазір күлегештер таратып беремін. Егер де сабақ сендерге ұнаған болса, күлегешті жасыл түске, сабақ ортаншы деңгейде өтсе сары түске,
егер де сабақ сендерге мүлдем ұнамаған болса, қызықсыз болған болса, қызыл түске жапсырасыңдар. Рахмет оқушылар. Үйге тапсырма 11-ші беттегі 15-ші жаттығуды орындап келесіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.